Армысыздар, сіздермен бірге Қазақ Ньюс ақпараттық агенттігі. Назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. 23 қаңтарда шетелден әкелген автокөліктерді заңдастыру басталды. Енді қазақстандықтар шетелден әкелген көліктерді, автобустарды және басқару оң жақтағы автокөліктерді Қазақстанда заңдастыра алады. Көлікті заңдастыру үшін автокөлік Қазақстанға 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін әкелінген болу керек. Бұдан бөлек криминалдық есепте болмау керек. Басқа мемлекетте бұрынғы тіркелген жері бойынша есептен шығарылуы тиіс және Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден әкелінген автокөлік кедендік тазартудан өтуі қажет. Өтінім беру 2023 жылдың 1 шілдесіне дейін жалғасады. Өтінім беру 2023 жылдың 1 шілдесіне дейін жалғасады. Өтінімді қазақстандықтар egov.kz электронды үкімет порталы арқылы, екінші деңгейлі банктердің қосымшалары арқылы, халыққа қызмет көрсету орталығының өз-өзіне қызмет көрсету секторы арқылы. Ал автокөлікті заңдастыру бірінші өтінім беру қажет. Одан кейін өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжат, көлік құралының паспорты немесе тіркеу туралы куәлік және көлік құралының меншік құқығын растайтын құжат керек. Көлік толықтай заңдастырылған соң нәтижесі арнайы базаға тіркеліп, көлік иесінің телефонына 1414 нөмірінен SMS келеді. Онда қабылданған шешім нақты жазылады. Ал егер заңдастыруға рұқсат етілсе, мемлекеттік алымдар төлеу қажет. Оның ішінде алғашқы тіркеу үшін 200 000 теңге, техпаспорт үшін мемлекеттік баж 4313 теңге және мемлекеттік нөмір үшін 9660 теңге төлеу қажет болады. Одан соң көлік иесі шетелдік техпаспорт меншік құқығын растайтын құжатты халыққа қызмет көрсету орталық мамандарына тапсырады. Тіркеу бекітілгеннен кейін автокөлік иесіне Қазақстанның тіркеу құжаты мемлекеттік нөмір беріледі. 25 қаңтарда жаңадан сайланған парламент сенатының депутаттары ресми түрде тіркелді. Барлық 31 сенаторға төсбелгі тағылып, куәлік табыс етілді. 14 қаңтарда сенат депутаттарын кезектен тыс сайлауы өтіп, саяси науқанның нәтижесінде әр өңірден бір депутат сайланған еді. 26 қаңтарда парламент сенатының отырысы өтті. Жаңадан сайланған депутаттар халық алдында ант берді. Жиналысқа президент Тоқаев қатысып, төрағалыққа Әшімбаевтың кандидатурасын ұсынды. Жиналыс соңында жасырын дауыс беру арқылы Мәулен Әшімбаевтың төрағалығын барлық сенатор қолдаған. Сіздер мемлекет басшысының ұсынысын қолдап дауыс бердіңіздер. Сол үшін өздеріңізге алғысымды білдіре отырып, президентіміздің және халықтың сенімін ақтау үшін бар күш-жігерімді жұмсаймын деп сендіргім келеді. Ал сенат төрағасының орынбасары болып бұрынғы жоғары соттың төрағасы Жақып Асанов сайланды. Сонымен қатар сенат регламентіне сәйкес тұрақты комитеттердің төрағалары мен мүшелері сайланды. Сондай-ақ олардың саны мен атаулары бекітілді. Депутаттардың дауыс беру нәтижесі бойынша Андрей Лукин конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы, Сұлтанбек Мәкежанов қаржы және бюджет комитетінің төрағасы, Асқар Шәкіров халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы, Сүйіндік Алдашев экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің төрағасы, Нұртөре Жүсіп әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің төрағасы, Әли Бектаев аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің төрағасы болып сайланды. 27 қаңтарға қараған түнде жаңадан сайланған сенатор Гүлмира Кәрімова 45 жасында қайтыс болды. Оған алдын ала анафилаксиялық шок деген диагноз қойылған. Қазақ Ньюс ұжымы Гүлмира Райымбек қызының жақындары мен туыстарына көңіл айтады. Енді қазақстандықтар заңды тұлға туралы мәліметті мобильді қосымша арқылы біле алады. Хоумбанк қосымшасында осындай жаңа сервис пайда болды. Енді заңды тұлғаның атауы, оның бизнес сәйкестендіру нөмірі, мемлекеттік тіркеу орны мен күні, басшысы және құрылтайшылардың дерегі мен еліміздегі филиалы мен өкілдігі туралы ақпаратты мобильді қосымшадан білуге болады. Бұл ақпараттың сенімді серіктес немесе сенімді жұмыс берушіні іздеуге пайдасы тиеді. Жаңа қызметті пайдалану қарапайым және оңай. Халық Хоумбанк қосымшасында мемлекеттік қызметтер бөліміне өтіп, анықтамалар бөлімін таңдау қажет. Ол бөлімде заңды тұлғалар туралы мәліметтер батырмасы бойынша барлық қажетті деректер қолжетімді. Теннистен ұлттық құрама көшбасшысы Елена Рыбакина жартылай финалда Виктория Азаренканы жеңіп, Аустралия ашық чемпионатының финалына шықты. Рыбакина бұл турнирдің финалына шыққан алғашқы қазақстандық теннисші. 24 қаңтарда Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Australian Open 2023 турнирінің ширек финалында латвиялық Елена Остапенканы жеңіп, турнирдің жартылай финалына шықты. Одан кейін 26 қаңтарда беларустік Виктория Азаренканы жеңіп, финалға шықты. Ол финалда тағы бір беларус теннисшісі Арина Сабаленкамен ойнайды. Жартылай финалдағы жеңістен кейін Елена WTA рейтингінің үздік 10-ығына кірді. Бұған дейін оның ең үздік көрсеткіші 12-ші орын болған.
Онда ол 2022 жылдың 17 қаңтарында көтерілген еді. Рыбакина былтыр Уимблдон жарысында жеңіске жеткен болатын. Ол Уимблдон және Аустралия ашық турнирінің финалына жеткен алғашқы қазақстандық болды. Апта легі осымен тәмам. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыздар. Біздің әлеуметтік желілерге тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.